Хей, сәлем көрмен, сендермен бірге мен Арасанхан, менің арнама қош келдіңдер. Видео түсірмегелі көп болды, кішкене сағынып қалдым, және осы арнамда 15 мың подписчик болғанына қатты қуаныштымын. Көп рахмет. Маған тіркеліп кетіңіздер, егер де менің арнамда бірінші рет болсаңыздар. Бүгін мен 5 минутта өте жеңіл жасалатын шаш үлгілермен бөлісетін боламын. Еріншектерге арналған шаш үлгілер бәрін жасау өте оңай, тез және аз нәрселер қажет болады. Ыңғайланып отыр, және осы кезде мен инстаграмыма тіркелуді ұсынамын. Сол жақта мен күшті жаңалықтармен, жалпы өз өміріммен, рилстармен, шаш үлгілермен, күшті пайдалы контентпен бөлісемін. Сондықтан тезірек тіркеліп кет. Сонымен бастайық. Алдымен шашымызды тарап аламыз және екіге бөлеміз. Және осылай шашымыздың кішкене бөлігін алып, астынан тағы да бөліктен үстінен жауып, осындай іс-әрекетті қайталаймыз. Солай шашымыздың астына дейін істейміз да, шашымыз екіге бөлінеді. Сол екі бөлікті осылай айналдырамыз, бұрамыз, сосын екеуін қосып, екеуін байлаған сәтте осындай керемет нәтиже шығады. Өте оңай, жеңіл және әдемі ерекше көрінеді. Және кішкене сән қосу үшін осындай керемет сүйкімді заколкаларды екі жақтан тақтым. Осындай керемет тез әрі жеңіл шаш үлгі шықты. Біздің екінші шаш үлгімізге жай ғана хвостик жасау керек болады. Және осындай кәдімгі резинканы аламыз. Сол резинканың, байлаған резинканың ішіне кіргіземіз осылай. Сосын шашымыздың кішкентай бөлігін аламыз да резинканың үстінен ораймыз. Шашымыздың соңына келген кезде жаңағы ішке кіргізген резинканың жоғарғы бөлігіне кіргізіп, одан кейін астынан тартып, сөйтіп шашымыз ішке кіріп кетеді. Осындай резинкасыз шашпен байлағандай хвостик шығады. Менің ойымша өте ерекше шаш үлгі. Берік тұратына сенімсіз болсаңыз, осылай невидимкамен артынан бекітіп қоюға болады. Келесі шаш үлгіге біз жай ғана осылай шашымызды байлаймыз және екіге бөліп тесік жасаймыз және соның ішіне қалған шашымыздың бөлігін кіргіземіз. Солай өте тез 3 секундта жасалатын керемет мен көп қолданатын шаш үлгі шықты. Ал келесі шаш үлгімізге ұзын лента қажет болады. Алдымен шашымыздың жартысын, яғни бас жағындағы бөліктен хвостик жасаймыз. Кейіннен сол хвостиктің резинкасын лентаны тура ортасынан өткіземіз. Сосын содан бантик жасаймыз. Бантик жасағаннан кейін кедергі жасамас үшін уақытша крабикпен байлап қоямыз. Кейіннен қалған бөліктен лента арқылы өрім жасаймыз да. Кейін осындай бәрін дайындағаннан кейін керемет осындай шаш үлгі шығады. Ал келесі шаш үлгі үшін шашымызды жаямыз және осындай кішкентай бөлігінен хвостик жасаймыз. Және алдыңғы шаш үлгі сияқты екіге бөліп, сол бөлген тесікке қалған шашымызды кіргіземіз. Солай екінші жақтан да жасаймыз да өте жеңіл әдемі шаш үлгі шығады. Осылай кекілдерім бар болса, алдыға шығарып, керемет жаю стилі шығады. Ал келесі шаш үлгі үшін біз шашымызды 4 бөлікке бөлуіміз қажет. Ол үшін алдымен екіге, сосын әрқайсысын екіге қайтадан бөлсек 4 бөлік шығады. Кейіннен мен осы видеодағыдай қайталағандай, яғни 1 мен 3-ші бөлік және 2 мен 4-ші бөлік, яғни қарама-қарсы тұрған бөліктерді бір-бірімен қосып, хвостик жасаймыз. Енді дәл солай қалған 2 бөліктен хвостик тоже жасаймыз. Нәтижесінде осындай необычный 2 хвостик шығады. Осылай қалдырсақ та, немесе мен сияқты лента қоссақ та болады. Сол кезінде осындай ерекше және өте жеңіл шаш үлгі шығады. Бүгінгі видео ұнады деген үміттемін. Осындай қызықты және пайдалы видеоларды тек менің арнамнан ғана таба аласың, сондықтан тезірек тіркеліп кет. Осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк бас. Тағы да қандай шаш үлгілер, жалпы қандай тақырыпта видео күтесіздер, соны бәрін пікірге қалдырып кет. Сонымен сау болыңыздар. Бай-бай.